Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен қысқа жабуға арналған қиярдың рецептісімен бөлісемін. Бұл рецепті бойынша дайындасаңыздар, қиярыңыз қытырлап және де атылмайтын болады. Алдымен қиярымызды 2 сағат салқын суға саламыз. Суымызды қайнатып дайындап қоямыз және де банкаларымызды ыстық суға булап аламыз. Енді хрен мен укропымызды алып ыстық суға малып қоямыз. Буланған банкаларымызға хрен және де укропты салып, үстіне қиярымыздың екі шетін кесіп тастап, содан соң болгар бұрышын, бір болгар бұрышты 4-ке бөліп, бір банкаға орналастырамыз. Одан соң қиярларымызды кесіп саламыз, нығыздап. Содан соң бір ащы бұрыштан саламыз әрбір банкаге. Одан кейін ыстық суды құйып, банкамызды 15-20 минутқа қоямыз. Мына жерде қиярды және де қызанақпен араластырып жаптым. Содан соң суығаннан кейін кастрюлемізге құямыз қайтадан. Одан соң қайнатамыз, үстіне тұзын және де секерін салып. Енді үстіне чеснок саламыз, лавр жапырағын. Содан соң ірі қара бұрыштан, гвоздикадан саламыз. Одан соң әрбір банкаға бір аспириннен саламыз да, енді ыстық қайнап тұрған суымызды кері құйып банкамызға, бір шай қасық уксустан құйып, 70% банкамызды жауып, төңкеріп, 2-3 күнге жылы етіп орап қоямыз. Осымен дайын.